Қазақ ертегісі жамандық неден болады? Ертеде орман арасында бір жалғыз басты кісі тұрыпты. Бұл кісіден аң мен құстар қорықпай, адамша сөйлесіп жүреді екен. Bir күні әлгі кісі талдың түбіне түнейді. Барлық аң мен құстар жиылып, сол жерде олар да түнейді. Аңдар мен құстар өзара әңгімелеседі. Осы дүниеде жамандық не себептен болады? Қар, меніңше дүниедегі жамандық аштықтан болады. Жүрегің сарып, көзің қарайған кезде ешкімді тыңдамайсың. Осы дүниеде ашаршылықтан біздің қанша туысымыз, бауырымыз өлді. Сондықтан аш қалмаудың амалын ойлау керек. Менің ойымша жаманшылық аштықтан емес, сүйіспеншіліктен болады. Біз жалғыз болсақ, жұмысымыз да аз болар еді. Біз екеуден тұрамыз. Жолдасыңды жақсы көрген соң, саған тыныштық болмайды. Және де бір жаққа ұшып кетсе, аман есен келгенше тынышың кетеді. Сондықтан да жаманшылықтың бәрі осы сүйіспеншіліктен. Меніңше жамандық ызақорлықтан туады. Егерде біз тату тұрсақ, ызаланбас едік. Сонда бізге барлығы жақсы көрінер еді. Егерде бір нәрсе көңілдегідей болмаса, қатты ашуланасың. Біреуді шаққан соң, ол өзіңді өлтіреді. Міне, жамандықтың ызақорлықтан туатыны осы ғой. Меніңше, дүниедегі жамандық қорқақтықтан болады. Егер біз еш нәрседен қорқпайтын болсақ, бәрі де жақсылыққа үйіреді. Мен жүйрікпін, күшім де көп. Кішкене жануарларды мүйізбен сүзіп құлатамын. Үлкен жануардан қашып құтылсам да, ағаштың жапырағы сылсылдаса, қорқаныңнан қаша бастайсың. Қашып келе жатып, жардан құлап кетіп, итке жем боласың. Сондықтан еш нәрседен қорықпау қажет. Сендердің бәрінде жамандықтың неден болатынын дұрыс айтпадыңдар. Біз адам баласы оны жақсы білеміз. Неге десеңдер, біз жақсылықты да, жамандықты да көп істейміз. Аштық, сүйіспеншілік, ызақорлық, қорқақтық бәрі де жан тәнімізді сақтау үшін керек. Бірақ біз тәнімізбен тіршілік етпейміз, көбінесе жанымызбен тіршілік етеміз. Егер де біз бәрінен бұрын жан тәнімізге қызмет қылмай, жан күйіне қызмет етуді қаласақ, онда біз аман болар едік.